Сәлем достар, баршаңызға бүгін сіздермен медовый торт әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді, жұмсақ болып, үй жағдайында жасалынатын рецептін сіздермен бөлісемін. 3 түрлі креммен жасалынады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға осындай сүзгішімізді салып, үстіне марлымызды салып, қаймағымызды сүзіп қоятын боламыз. 1 сағаттай тұруы керек. Мінекей барлық қаймағымызды осылай салып, бетін жауып қойып қоямыз. 1 сағат көлемінде өзінің суы бөлініп шығатын болады. Енді отымызға ыдысымызды қойып, үстіне миодымызды салып, қанша кететін барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Миодымыздың барлығы толық ерігеннен кейін үстіне ас содамызды саламыз. Ас содамызды салғанда осындай көпіршік пайда болады. Үздіксіз араластырып тұруымыз қажет. Асты жабысып қалуы мүмкін. Біздің миодымыз осындай карамельді сары түске енеді. Сол кезде біз үстіне сары майымызды салатын боламыз. Сары майымыз ерігенше жақсылап араластырып, сары майымызды ерітіп алатын боламыз. Мінекей сары майымыз толықтай еріді барлығы. Енді отымыздан сөндіріп, бөлек жерге алып қоямыз. Енді 4 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осындай ақ көпіршік болғанша араластыратын боламыз. Менде 4 минуттай осыны миксермен араластырдым. Мінекей осындай ақ көпіршік болғанша араластырамыз. Осының үстіне біздің суыған миодымызды барлығын салып, тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды үстіне салып, барлығы біркелкі болғанша араластырып аламыз. Осындай формамызға сары майымызды жағып, 3 қасықтай, 4 қасықтай салып, осындай жайып алатын боламыз. Қызып тұрған пеште 7-8 минуттан пісіріп алатын боламыз. Менде 7-8 коржықтай шықты. Бір коржығын сыртқа әсемдеуіне алып қалатын боламын. Қалғанын барлығын тортқа жинақтауға аламын. Өте қалың қылып жаймайсыздар, достар. Мінекей осындай болып шығады коржықтарыңыз. Енді қаймағымызды суынан алып тастаймыз. Бөлек ыдысқа салып аламыз. Міне видеода көрсетілгендей бөлек өзінің суы шығады. Осы суды алып тастағандарыңыз дұрыс болады. Енді кремімізді дайындаймыз. Қаймағымыздың үстіне қант ұнтағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұл бірінші вариант болып есептеледі. Мінекей қант ұнтағын салып, осылай жақсаңыздар да болады. Бұл кремнің бірінші варианты. Енді екінші вариантын көрсетемін. Осы қаймағымыздың үстіне
коюлатылган ызгушоңгумузду салатын болобуз. Бул экинчи вариант. Бул да өтө дәмдүү болуп чыгат. Осылай жаксаңыздар да болот. Мінекей, осы кремді қолдансаңыздар да болады. Бұл өте дәмді кремдердің бірі. Енді үшінші вариантты көрсетемін. Мұздай тоңазытқыштан алынған кілегейіміздің үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қоюланғанша араластыратын боламыз. Кілегейіміз егер салқын болса, біздің креміміз әдемі болып шығады. Мінекей, кілегейіміздің үстіне енді біздің қоюлатылған ызгушоңгумузду және қаймағымызды араластырылған барлығын салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бұл үшінші вариант. Маған өзіме осы үшінші вариант крем ұнады. Өте дәмді болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып, осы кремді мен қолданамын. Мінекей, сіздерге 3 түрлі кремді көрсеттім. 3 түрлісімен де жасап көрсеңіздер де болады. Енді коржықтарымызды, тортымызды жинақтайтын боламыз. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Тортымызды барлығын толықтай осылай жинап болғаннан кейін тоңазытқышқа 3-4 сағатқа қойып алсаңыздар, өте жұмсақ болып шығады, креміміз сіңіп. Мен осылай 3-4 сағатқа қойып алдым. Содан кейін осылай қалған креммен осылай түзеп шығатын боламыз. Бір коржығымызды осылай блендердің көмегімен ұнтатып, осылай әсемдеп алсаңыздар, медовый тортымызды өте әдемі болып шығады. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес етемін. Өте жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да қызық видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.